Құрметті тыңдарман, Өмірай арнасының бүгінгі әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Әңгіме соңында кейіпкерімізге өз ақыл-кеңестеріңізді, өмірден түйгендеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз оқырмандарым үшін маңызды. Ал біз әңгімені бастаймыз. Телефоны шырылдап жатса да Сымбат орнынан тұрғысы келмеді. Бас ауырып, құлағы шуылдап, мазасының болмай жатқаны. Ешкіммен сөйлесуге зауқы жоқ. Бірақ телефонның дыңғылы тоқтар емес. Амалсыз орнынан көтерілді. Қуаттауға қойған телефонын алып қарап еді, анасы екен. Алло, Сымбатжан, телефонды көтерме жатқаның не? Аманшылық па? Көптен хабарсыз қалдың ғой. Ана кішкентайлар, ауру сырқаттан тыныш па? Әй, мен хабарласпасам, өзің телефон соқпайсың. Хабарыңды білгелі жатқаным ғой. Әкең сәлем айт деп жатыр. Үлкенің демалысқа шықса, 2-3 күнге келіп кетсеңдерші. Жиендерді иіскеп, бір мәз болайық, деп анасы самбырлап жатыр. Сымбат ештеңе білдірмеуге тырысты. Дауысын өзгертіп, есенсіз бе апа? Бізде бәрі шүкір. Әкеме де сәлем айтарсыз. Аманшылық, еш жаңалық жоқ. Балаларды білесің, кіріп-шығып жүргені. Сабақтың аяқталуына да аз қалды. Мүмкін барып қалармыз. Сендерді сағынып жүрмін деп, жылап жібере жаздады. Ой жаным, сол сағынсаң келсейші енді. Бізде сол малдан шыға алмаймыз. Осыларды сатып, ауылдан кетейік, балаларға жақын болайық деп, әкеңе күнде қақылдаумен болам. Мені тыңдар ол бар ма? Қайтейін құлдым. Аман жүрсеңдер болар. Әй, үн-түнсіз жатып алмай, телефон соғып тұрсаңдаршы. Ана қымбатта, сол, өзіміз демесем, бір хабарласайын демейді. Не қылған бітпейтін шаруа екен. Жарар онда, аманшылық болса, тұтқаны қойдым дегенде, Сымбат та тұтқаны қоя салды. Анасының сөзінен соң көз жасына ерік берді. Жаны да, жүрегі де жаралы. Ата-анасына қалай айтпақ? Сағатына қараса, жұмысқа барар уақыт жақындап қалыпты. Бүгін 1-ші сағаты бар еді. Балалар түстен кейін оқитын болған соң, сиырын сауып келіп жатып қалған. Соңғы уақытта басы көп ауырады. Ауырмай қайтсын. Күйеуінің күйігі, жанын күйдіріп барады. Көптен бері қылығының өзгергенін байқаса да, жамандыққа қимаған, өз көзімен көріп, қолымен ұстап алғалы, бәрінің ойраны шыққан. Өмір сүргісі келмей кететін кездер де болғанымен, осы бір балалар жанына демеу еді. Мен өлсем, бұлар жетімдік көрер. Әкесінің ештеңесі кетпес деген ойлар өмір сүруіне мүмкіндік беретін. Осындай оймен басын көтеріп сүйретіліп жүргені. Ертең сенбі екені есіне түсіп, әпкесі Қымбатқа хабарласты. Не болды, Сымбатжан? Ертелеттің ғой. Жаңа анамда хабарласып еді. Әйтеуір аманшылық болар, деп тұтқаның ар жағынан. Аманшылық. Ертең сенбі болғасын, балаларды алып, өзіңе барып қайтсам ба деп едім. Болады ма? Деді. Рұқсат сұраған нес? Келе бермейсің бе? Жездең жұмысқа жүргелі жатыр. Әңгіме айтып серпіліп қалармыз, деді әпкесі. Жарайды онда, ертең кездескенше деп, тұтқаны қойды да жұмысына жиналды. Ертеңіне таң атысымен Сымбат сиырларын сауып, өріске бақташыға қосып жіберді. Қаймағын тартып, сүтін пісіріп, әпкесіне апаруға дайындады. Балаларын оятып, өзі көршіге жүгіріп кетті. Сиырларын тапсырып кетпекші. Таксиге тапсырыс беріп қойған еді, сағат 7:30-да жетіп келді. Әпкесі Қымбат көрші Бесті ауылында тұратын еді. Ауыл арасы 2 сағаттық жол. Өзі 2 баласымен таксиге орналасып, жолға шықты. Жол бойы терезеге телміріп, ойланып келеді. Терең оймен отырғанда 2 сағаттық жолдың қалай өтіп кеткенде байқамай қалды. Көлік тоқтағанда әпкесінің үйінің қасында тұрғанын байқады. Мәссаған, келіп қалыппыз ғой. Балалар, түсіңдер, келдік, деп қалтасына жол ақысын шығарып, жүргізушімен есептесті. Көліктің тоқтағанын байқады ма,
Әпкесі жүгіріп шығып, балаларын құшақтап жатыр. Мәссаған, қалай өсіп кеткенсіңдер? Жүріңдер, бөлелерің үйде, күтуде сендерді. Кәне, жүріңдер, балалар, деп балаларды аулаға кіргізіп жіберді. Өзі кері бұрылып, екі сөмкемен мықшыңдап келе жатқан Сымбатқа: «Қыз-ау, не арқалап келесің? Әй, кел біреуін, мен алайын. Амансың ба? Түріңе не болған? Өңің бозарып тұр ғой. Әлде маған солай көрінді ме?» деді Сымбатпен амандасып жатып. «Ой әпке, сіз әзірге сұрамай тұра тұрыңыз. Жайланып болған соң асықпай бәрін айтармын. Ішім толып шерменде болып келемін», деді әпкесіне қарап. Қымбат түсінбей қарады. Сонда да үндемей алдына түсіп, қақпаның есігін ашты. Мамыр айы болған соң ба, күннің жылылығы айналаға нұрын шашып тұр. Жып-жылы үп еткен жел. Әпкесі жаз үйге көшіп алған екен. Дастарханды сонда дайындапты. Ыстық шай мен бұрқыраған қуырдақты айтсаңшы. Балалар таңғы астарын ішпей шыққан соң тамаққа бас салды. Сымбат әкелген базарлығын әпкесіне беріп, өзі де үстелге жайғасты. Астарын ішіп, балалар үлкен үйге кеткен соң Қымбат: «Айтпақшы, балалардың көзінше сұрағым келмеді. Алмас қайда? Сол бәле бірдеңе бүлдіріп жүргеннен сау емес-ау. Өткенде аудан орталығына барғанымда бір келіншекпен кетіп бара жатқан. Сол адамды Алмасқа қатты ұқсаттым. Бірақ алыста болғасын дұрыс айыра алмай үндемедім. Көңілімде күдік болып қалса да, өзіңнен сұрауға батылым бармады. Өзінің көздері ойнақшып, үнемі солай жүруші еді. Біреуді тауып алғаннан сау емес пе? Демесі бар ма?» «Несін айтайын әпке, көргенің рас. Біреуді тауып алғаны былай тұрсын, буаз етіп қойыпты», деді Қымбатқа қарап. «Ой, қасқа, не деп отырсың? Буазы нес? Есі дұрыс па? Ал сен болсаң қайда қарап жүрсің? Бұл жырап жүргеніңде лағып кеткен ғой. Сен де бір жүрген боссың. Шаңын қағып алмайсың ба?» деп Қымбат өзіне дүрсе қоя берсін. «Қойшы әпке, сіз де қызықсыз. Оның шаңын қаққанда не табам? Бұрыннан қыз құмар екенін мен көрмей келіппін. Мектепте бірге жасайтын қыз келіншектер бірдеңелерді сыбырлап жүретін. Мен сорлы, соның сөзіне сеніп, аузымды ашып жүре беріппін ғой. Біресе жарыс дейді, біресе турнир деп, ауданнан шықпайтын еді. Қайдам, алаңдамай жүргем. Наурыздағы демалыс кезінде ауданға кеткеннен оралмады. Әрі күттім, бері күттім. Арада бір жеті уақыт өтті. Сөйтіп, телефон соқсам көтермейді. Өлі тірісін білейін деп ауданға іздеп бардым. Барадау деген жандарға хабарласам, соқпады дейді. Сөйтіп, сандалып келе жатсам, бір танысымды кездестірмесім бар ма? О, Сымбат, қалғалай? Алмас екеуің екі бөлек жүргендеріңе жол болсын. Жаңаған Алмасты көргем, мына дәмханаға кіріп барады дегені. Жағын ұшырып айтқан дәмханасына барсам, сабазың бір келіншекпен отыр. Мені көріп, түрі бұзылып қоя берді. Айқайға жоқ сорлымын ғой, сол жерде не дерімді білместен шығып кетіп қалдым. Ауылдың көлігіне мініп тайып отырдым. Сабазың кештетіп жетіп келіп тұр, беті шімірікпестен. Балаларын құшақтап, мәз. Ішім қайнаса да, ләм-мим демедім. Шай үстінде шыдамай сөз бастап, хабарласпай қалғаныңа уайымдап, шарқ ұрып іздеп жүрсем, салдақыңды құшақтап, дәмханада отырғаныңа жол болсын. Қай бетіңмен келіп отырсың? Бұны қалай түсіндіресің, дедім. Айтатын еш нәрсе жоқ, бәріне өзің кінәлісің. Бала туған соң семіріп кеттің, өзіңе қарауды қойдың. Мен де еркекпін ғой, ұнатып қалдым. Не істеуім керек енді деп сандырақтап отыр. Сонда балаңды туып, жағдайымды жасап отырғаным үшін жазықтым ба, дедім, зар еңіреп. Сендерді тастағым келмейді. Оны да сүйем. Оның үстіне, оның аяғы ауыр. Егер келсең, бәріміз бірге тұрайық дегенін естіп, қаным басыма шапты.
Тұра тұр. Не деп кеттің? Сонда сенің әлгі жармеспайың тоқал аламын деп отыр ма? Деп қымбат ышқынып шықты. Солай боп тұр ғой. Сөзімді бөлмей әрі қарай тыңдашы, дедім. Қалай бөлмейм? Не деп отырғанды білемісің? Оңбаған құтырған екен. Көрсетейін мен оған тоқал алғанды, деп қымбат толтанды. Сенің осы бір жайбасарлығыңды басынып отырған қараша, осыдан қолыма түссін. Тоқал түгілі жындай ел алмайтындай етіп берейін дегені. Әпке, оған сөзіңді шығын етіп қайтесің. Егер дені дұрыс болса, осылай жасар ма еді? Санасының жоқтығынан жасап отырғаны ғой. Жылап, көзімде де жас та қалмады, деген Сымбат көзінің жасын сүртті. Несіне сораңды ағызып отырсың? Басына бір тепте кетіп қал. Мен болсам бір күнде отырмас едім, деді қымбат сіңлісіне жан ашып. Ой әпке, отырудың да тұрудың да қажеті жоқ. Келіспесең кетем деп, киімдерін арқалап, өзі тайып отырды. Содан бері үшті күйлі жоқ. Елге қарар бетім жоқ. Осылай мінекей, жүріп жатқан жайымыз бар. Енді қайтсем болады, деді Сымбат әпкесіне қарап. Онда несіне қайғырасың? Ел қатарлы жұмысың, басыңда баспанаң бар. Балаларың аман есен, неге сен ұялуың керексің? Қайта, сендей жанды бағаламаған өзі ұялсын. Ондай опасыз күйеуден сақтасын. Менің ақылымды тыңдасаң, ажырасты, жөнің екен. Бір рет осылай жасады ма, енді бұрынғыдай болмайды. Айтпақшы анау шешесіне айттың ба? Ол не дейді? Көңіліңе келсе де айтайын, осы күйеуіңді басында көргенде-ақ ұнатпап едім. Көзі ойнақшып, айналасын ішіп жеп отыратыны көңіліме ұнамаған. Енеме айтқанмын, ол кісі не десін? Өмір бойы мал соңында жүрген жандар. Балаларды туғаны болмаса, тәрбиесімен үлкен енем айналысқан екен. Дегендерін жасап, тым еркелетіп жіберген бе? Ана үлкен баласы да жақында біреумен төбелесіп, басын жарып қойыпты. Өздері де ушу болып, бастары қатып жатыр. Менің мәселемді қайтер олар? Деп Сымбат ахлеп-ухлеп алды. Сен ухлегенмен бәрі орнына қайтып келмейді. Жалғыз сен емес, ажырасып жатқан. Ондай адамнан құтылғаныңа қуан, деген Қымбат орнынан тұрып, терезе алдындағы телефонын алды. Жездеңе хабарласып жіберейін. Бағана таңғы көлікпен шығып кетіп едім деп еді. Енді жетіп қалған болар. Сен шайыңды іше бер. Мен қазір сыртқа шығып сөйлесіп келейін, деп есік алдына шығып кетті. Сымбат ойланып отырып қалды. Әпкесінің де айтуы орынды. Алмас тастады деп еңсемді түсіріп, езілуіме жол болсын. Басымды көтеріп, балаларым үшін өмір сүруім керек екенін білсем де, біреудің қатты айтуы жетіспей тұр екен, деген ойлар ойына қайта оралды. Қымбат ішке сөйлей кірді. Осылай тексеріп қою керек, бұларға да сенім жоқ. Өзіңде де бар, аузыңды ашып жүргенің. Қашанда соның сөзін сөйлеуші едің ғой. Енді жақтасайшы, деп кекесімен қарады. Қымбаттың мінезі тік және адуынды болатын. Бетің демей, көзің демей айтып тастайды. Және ешкімнен тайсалмайды. Ұрыс десе дайын тұрады. Ал Сымбат ше? Сымбат керісінше биязы, жұмсақ мінезі бар. Айқай бар жерден қашып жүрге тырысатын. Алмаздың да айтқаны, не кетпей үнемі дегеніне жығылушы еді. Сымбат екі ағайынды. Әпкесі Қымбат өзінен 2 жасқа үлкен. Бүгінде жасы 30-дың екеуіне келген. Жоғары оқу орнын бітірген бойда көрші Бесті ауылының жігітіне тұрмысқа шыққан. Қазіргі күні 3 баланың анасы. Өзі мектепте мұғалім болса, жолдасы Қайрат вахтада жұмыс жасайды. Ал Қымбат оқу орнын бітірген соң жолдамамен Тасқұдық ауылындағы мектепке жұмысқа орналасқан. Мамандығы мұғалім, математика пәнінен сабақ береді. Жолдасы Алмаспен осында келіп танысқан. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін жан өзін бірден баурап алған. 1 жылдан соң екеуі үйленген болатын.
Содан бері 7 жыл зымырап өте шығыпты. Үлкен Айдын биыл мектеп табалдырығын аттады. Ата-аналары өмір бойы мал соңында жүрген жандар, тау бөктеріндегі шағын шаруашылықта қой бағады. Әкесі бері келгісі жоқ, ал анасы кеткісі келеді. Осылайша күндері өтіп жатыр. Ата-анамызға айтып па едің? Анам кеше сөйлескенде сен туралы ештеңе демеді ғой. Соған қарағанда білмейтін сияқты ма деп. Әпкесі өзіне қарады. Қалай айтам, телефонмен айтуға дәтім бармады. Сабақтың бітуіне 2 жеті қалды ғой. Одан соң емтихандарды аяқтап болған соң балаларды алып малды ауылға барып қайтатын шығармын. Өздерінде сағынып жүрмін. Сен де жүрсеңші, бәріміз бірігіп барып барайық, деді қымбатқа қарап. Жақсы ұсыныс айттың, барар кезде хабарласарсың. Мен де сол уақытта демалысқа шығам ғой, деді. Алмастың қылығын сөз еткен әпкелі сіңілері біразға дейін біресе жылады, біресе күлді, ішіндегін айтып, Сымбат та жеңілдеп қалғандай. Сол күні әпкесінің қасында қонып, ауылдарына ертеңіне қайтты. Қымбат айтарын айтып, қайрап жіберсе де, Сымбаттың көңілі пәс еді. Сымбаттың әпкесіне келіп кеткелі 2 жеті уақыт өткен. Жұмыс істеп жүріп, хабарласа қоймады. Ертең соңғы қоңырау деп дайындалып, кешкісін киімдерін үтіктеп жатқан болатын. Телефонын кіші баласы ойнауға алып кеткен еді. Бір мезетте, анашым, нағашы әжем қайта-қайта қоңырау шалып жатыр, деп әкеліп берді. Шынында да анасы 5-6 рет қоңырау соғыпты. Неге бірден әкелмегенсің? Ойнаймын деп аласыңдар да, осылай қақсатып қоясыңдар, деп сөйлеп жүріп анасына қайта шықты. Алло, апа, дей беріп еді. Анасы бірден: Қымбатжан, телефон алмай, зәремді алдың ғой. Саған да бірдеңе болып қалды ма деп қорқып едім. Ана Сымбатқа не болды? Бардың ба? Дегені. Сымбатқа не болды? Хабарым жоқ, аманшылық па еді? Жуырда ғана келіп кеткен. Осыдан 1 сағат бұрын құдағи хабарласты. Сымбат ауруханаға түсіп қалыпты. Жағдайы ауыр дейді ме? Не болған дұрыс түсіндірмей, тұтқаны қоя салғаны. Қайта хабарлассам алмайды. Сымбатжан да көтермейді. Айналайын, құлыным, бауырың ғой. Ана Сымбаттың хабарын біліп берші, деп тұтқаның ар жағынан. Түу, апа, бірден жамандық шақырмаңызшы. Қазір мен хабарласып көрейін. Қай аурухана екенін айтты ма? Деді, анасынан басу айтып. Оны сұрамаппын. Аурухана. Жағдайы ауыр дегенді естіп, есім шығып кетті. Құлыныма не болғанын. Әкең екеуміз алаңдап отырмыз. Шыға қоятын көлік те жоқ. Таңға дейін қаншама уақыт. Бір хабарын біліп берші, деген анасы кемсеңдей бастады. Болды апа, жыламаңыз. Ауырып қаласыз ғой. Мүмкіндік болса, хабарласып көрермін. Болмаса көлік жалдап, сол ауылға барып келем. Менен хабар болмай, ешқайда шығушы болмаңдар, жарайды ма? Деген қымбат тұтқаны қоя салды. Сымбат та, Алмас та жауап бермеді. Ол ауылдан тани қоятын таныстар да жоқ екен. Енді қайтпек? Ойланып отырып қалды. Қалайда, қайда барарын білмеген қымбат, ойында бір мезетте ауылдың фельдшері еске түсті. Телефонын алып, таныс нөмерге қоңырау шалды. Ар жағынан: Ау, Қымбатжан, не болды тағы? Балаң ауырып қалды ма? Кештетіп, хабарласпаушы едің ғой. Аманшылық болар, дей бергенде, Қымбат сөзін бөліп жіберіп: Амансың ба, Сағираш? Бұл жолы балам емес, басқа шаруамен хабарласып тұрмын. Мына көрші Тасқұдық ауылының фельдшерін танушы ма едің? Маған біреудің қал жағдайын білу керек болып тұр. Сіңілім сол ауылда тұрушы еді, ауруханаға түсіпті деген хабар алып отырмын. Не болғанын, қайда екенін біле алмай жатқаным ғой. Өтінемін, біліп берші, деді қиыла. Сіңілім дейсің бе? Тасқұдықтың фельдшерін танимын ғой. Қазір, біліп берейін деп, тұтқаны қоя салды. Қазір дегені 15 минуттай өтті.
Енді қымбат алаңдай бастады. Қайта қоңырау соғып еді. Желі бос емес. Не болса да күтуге тура келді. Арада тағы да 15 минут өткенде барып, телефон шырылдады. Алло, қымбат, көп күттіріп қойдым ба? Манадан телефон соғып отырмын. Көтермейді, жаңа алды. Ауданда жүрмін, бір науқаста келдім дейді. Басынан жарақат алған екен. Облысқа кеткелі жатыр, деген хабар айтты. Аты кім деді-ау? Сымбат деді. Иә, Сымбат дегендей болды. Не болған анық білмейді, бірақ күйеуінің қатысы бар сияқты. Телефонын берейін, өзің анығын сұрарсың. Қазір WhatsApp-тан лақтырамын. Иә, Сымбат қой, бауырым ғой. Бауырыңа шипасын берсін, сауық кетсін деп тұтқаны қойды. Мына хабарды естіген қымбат қалшиып тұрып қалды. Бас жарақаты деген нес? Тез есін жиып, WhatsApp-тан келіп тұрған нөмерді терді. Телефонмен сөйлесіп болып, анасына қоңырау шалды. Анасы да күтіп отырған секілді, бірден көтерді. Алло, апа, мен ғой. Сіздер қатты уайымдамаңыздар. Сымбатты облысқа алып кетіпті. Құлап, басын жарақаттап алған секілді. Мен де нақты дұрыс хабарын білмедім. Бұйырса бүгін Қайрат жұмыстан келу керек. Жолдамын деп жатыр еді. Келгесін балаларды тапсырып, жұмысымнан сұранып, таңертеңгі көлікпен жолға шығармын. Жеткен соң хабарын айтамын ғой. Барамыз деп жолға шығып кетіп жүрмеңдер. Ауруханаға кіргізбейтін білесіңдер. Әкеме де айтарсыз. Бар деп, сіз дәуреге салмасын. Менен хабар күтіңдер, деп тұтқаны қойды. Оңбассың, қалмас, оңбассың. Осыдан қолыма түс, аямаспын деп тістенген қымбат жолға дайындала бастады. Облысқа жету үшін ертемен ертелетіп шыққан болатын. Арасы 2,5 сағаттық жол. Біраз шаршатса да бірден ауруханаға жол тартты. Аурухана қақпасына кіргенде көлеңкеде тұрған Алмас пен анасын байқап қалды. Бірден тура соларға қарай беттеді. Келе сала, оңбаған, қай бетіңмен келіп тұрсың? Осыдан бауырыма бірдеңе болса, сені аямайтын болам. Естідің бе? Деп Алмасқа тұра ұмтылды. Құдағи арашаламаса, ұрып тастайтын түрі бар. Құдаша, бір ашуыңызды беріңіз. Баламды жақтап тұрғаным жоқ. Бірақ қазір маңыздысы Сымбаттың денсаулығы. Жазылып кетсінші. Кеше келгеннен хабарын біле алмадық. Дәрігерлік тексеріс деп, ешкім хабарын айтар емес деп сөзге араласты. Басы жарылатындай не болды сонда? Айқай шуы жоқ адам. Қалайша өз-өзімен жүріп, басын жарады. Сенің қолыңнан келген дүние екеніне күмәнім жоқ. Қайда анау? Буаз салдақың. Бұл жерде қай бетіңмен тұрсың? Бар көзіме көрінбей. Қай, полиция шақырып ұстатып жіберемін әйтпесе. Долданған қымбаттан сескенді ме, Алмас бір шетке қарай ығысып тұрды. Бірдеңе деп мүңгірлейтіндей. Әй, қарағым, мүңгірлеме дауысынды шығарып айтсаңшы. Бәріміз де естейік, деп алара қарады. Менің кінәм жоқ. Айқайласып тұрғанда аяғы тайып кетіп құлап қалды. Бар болғаны сол деп қоя қойды. Ойбой, шіркінің айтысынай. Тап бір кінәсіз адамдай. 2 баламен тастап кеткенің аздай. Не үшін қайтып келдің? Неге келдің деймін саған? Не, айтарың жоқ па? Әлде Сымбаттың жақтаушысы жоқ деп ойладың ба? Олай ойласаң қатты қателестің. Сенімен дауласудың да қажеті жоқ. Шаруаң белгілі ғой деп, қымбат аурухана есігіне беттеді. Қабылдау бөліміне келіп, Сымбаттың жағдайын білгісі келетін жеткізді. Ол жердегі қыздардан дұрыс жауап ала алмаған қымбат қолына телефонын алып, камерасын қосты. Қыздар, бері қараңдар. Камера қосып қойдым. Тап қазір. Дәрігер шақырмасаңдар, мына видеоны әлеуметтік желіге салам деп айқайға басты. Келушіден мұндайды күтпеген қыздар телефондарына жармасып, дәрігерді шақырды. Көп ұзамай дәрігер де жетті. Осында біреу айқай шығарып жатыр деп бет, сіз бе? Кімге келіп едіңіз? Деді.
Амангелдиева Сымбаттың қал жағдайын білгім келеді. Неге ешкім ештеңе айтқысы келмейді? Бәріне тек айқай керек пе? Деп шықты Қымбат. Сабыр. Сымбат ханымның жағдайы бір қалыпты, тұрақты. Кеше кешкісін бас жарақатымен келіп түскен болатын. Жарылған жерін тігіп, бас сүйектерін тексерістен өткіздік. Қорқатында ештеңе жоқ. Сонда да жағдайын бақылау үшін жансақтау бөліміне жатқыздық. Барлық талдаулар алынып, қажетті ем шаралар жасалынып жатыр. Бүгін жағдайының тұрақталуына байланысты интенсивті терапия бөліміне алмастырамыз. 2-3 күн бақылаудан соң жалпы палатаға шығаратын боламыз. Сіз алаңдамаңыз, өміріне төніп тұрған қауіп жоқ. Жақсылап емделсе, сауығып кетеді. Тұрақты ем алып, уақытылы қаралып тұруы керек. Басқа сұрағыңыз бар ма? Деп Қымбатқа қарады. Осылай бірден айтуға болмайды ма? Міндетті түрде айқай шығару керек пе? Енді өзім көруге бола ма? Деген Қымбат дәрігерге қарады. Негізі болмайды, бірақ сізді 5 минутқа кіргізіп шығарайық. Естідіңіз бе? Тек 5 минут. Кіргізбесек тағы айқай шығарарсыз. Артық ауыр сөздер болмайды. Үстіңізге қазір халат береді. Жүріңіз. Деген дәрігер Қымбатқа амал жоқ кейіппен қарады. Рахмет. Айқайласам, қатты кетсем, кешірім сұраймын, деген Қымбат дәрігердің соңынан ерді. Өзін қаттымын деп санайтын Қымбат палатаға кіргенде көзіне жастың қалай үйілгенін байқамай қалды. Тамағына өксік тығылды. Сымбатты мұндай күйде көремін деп ойламаған. Басы аппақ дәкемен таңылған, айналасы шиқылдаған аппараттар секунд сайын шиқ-шиқ етеді. Өңі бозарып қушиып қалған. Бүксиіп жатқан бауырының жанында көп тұра алмады. Қымбаттың келгенін сезді ме, Сымбат жайлап көзін ашты. Амансың ба, Сымбатжан? Қал жағдайың жақсы ма? Дәрігер бәрі жақсы деген. Алла қаласа әлі-ақ сауығып кетесің, деді қолынан қысып. Сымбат сыбырлап, жақсымын. Алаңдама, балалар қалай? Апамдар келмей-ақ қойсын, деді. Балалар жақсы. Оларға алаңдама. Өзімен бірге алып кетермін. Ата-анамыз менен хабар күтіп жатыр. Жақсылап, жазылып шық. Бүгін ауылға қайтам. Ертең қайта келемін. Жарайды, онда мен барайын деп шыға жөнелді. Есік алдында дәрігер күтіп тұр екен. Қымбатты көріп, сөйлесе алдыңыз ба? Сізге айтуды ұмытып кетіппін ғой. Кеше келген бойда полицияға хабар бергенбіз. Бүгін таңертеңгісін тергеуші келіп кетті. Өзімен сөйлесу мүмкін болмағасын, есін жиғанда хабар берерсіз деп, телефон номерін қалдырған. Қандай жағдай болғанын білесіз бе? Деді. Сол біле алмай, сорлап тұрған жоқпын ба? Сіздіңше осындай жағдай құлағаннан болуы мүмкін бе? Күйеуінен сұрасақ, құлап қалды дейді. Сіз тергеушінің номерін бересіз бе? Өзім хабарласып көрейін, деген Қымбат дәрігерге сұраулы жүзбен қарады. Қалай болғанда да енді қатты соққалғаны рас. Денелерінің басқа жерлерінде соққы іздері жоқ. Соған қарағанда абайсызда болған болуы да мүмкін. Басқа сұрағыңыз болмаса мен барайын. Міне, сұраған номеріңіз. Сау болыңыз, деген дәрігер тілдей қағазды ұстатып жөніне кетті. Есік алдына шыққан Қымбат Алмас пен анасының қасына келіп, Сымбаттың жағдайын жеткізіп, балаларды сұрады. Ауылда қалғанын біліп, құдағи ауылға хабарласып, балаларды киіндіріп дайындап қойсын, деп солай айтыңыз. Өзімен бірге алып кетем. Сымбат сауыққанша қолымда болады. Артық сөздің қажеті жоқ. Сосын сен бейбақ бері қара. Саған осылай жарасады. Басқаша айта алмайды екенмін. Қазір тергеуші келеді. Менің көзімше бәрін басынан аяғына дейін айтасың. Егер бауырыма қолының ұшы тиген болса, аяды деп ойлама, деп дәрігер берген номерді тере бастады. Тергеуші 1 сағаттың көлемінде келетін жеткізді. Оған дейін
ас ішіп алуды жөн көрген қымбат көшенің арғы бетіндегі дәмханаға бет алды. Келе сала ыстық тамаққа тапсырыс беріп, ата-анасына хабарласты. Барлық жағдайды түгел жеткізбесе де, Сымбаттың жағдайын ғана айтып қоя қойды. Қымбат өз білгенін жазып берді. Тергеушімен қоштасып, автобекетке келді. Тасқұдық ауылына баратын көлікке отырып, жолға шықты. Ауылға жеткенде сағат кешкі 5-ті көрсетіп тұрған болатын. Көлік жүргізушісіне Алмас пен Сымбаттың үйіне жеткізуді өтінді. Апай, ол үйде адам бар ма екен? Сымбат апа ауруханаға түсті деп естігем, деді жүргізуші. Білемін, сол ауруханадан келем ғой. Балалар қайда болуы мүмкін? Әлде құдағүйдің үйіне апарасыз ба? Сосын мына көрші Бесті ауылына апарып салатын такси тауып бересіз бе? Деді Қымбат. Алмастың ағасының үйіне апарайын. Таксидің ретін қарастырып көрем. Тіпті табылмай жатса, өзім апарып салам ғой. Телефон нөмеріңізді бересіз бе? Деген жүргізуші қызыл шатырлы үйдің жанына келіп тоқтады. Телефон нөмерін жазып алып, міне мынау, осы үй, таңға қай уақытта жүресіз, деді. Көп айналмаймын, балаларды аламын да шығамын. Ауылға жетемін дегенше кешкі 7-8 болады ғой. Мүмкіндік болса, тезірек болғаны жақсы болар еді, деп жауап берді. Жақсы, әрі кетсе 15-20 минуттан соң хабар берермін деген. Жүргізуші көлігін оталдырып жүріп кетті. Ашық тұрған қақпадан ішке енді. Ауыл іші жинақы әдемі гүлдер көздің жауын алады. Үйдің есігін аша бергенде, ар жақтан біреудің келіп қалғаны. Қымбат бұл ауылға көп келе бермейтін, және Алмастың туыстарын жақсы танымайтын. Іштен шыққан жан Алмастың ағасы секілді. Түрі ұқсайды, тек Алмасқа қарағанда қаралау. Алмас ұзын бойлы, жоқалтақ, сары жігіт болатын. Сәлеметсіз бе? Сіз Алмастың ағасы боларсыз. Мен Қымбатпын. Сымбаттың апасы. Балаларды алып кетуге келгенмін, деді. Құдаша, амансыз ба? Кіріңіз, төрлетіңіз. Есік алдында тұрғаныңыз не? Айсара, шықсаңшы. Үйге қонақ келді, деп жуан даусымен гүр ете қалды. Төргі жақтан тыпырлаған аяқ дыбысы естілді. Сірә келіншегі болар. Орта бойлы қара торы келіншектің жүзі көрінді. Келген бойда, Қымбат құдаша боларсыз, жоғарға шығыңыз. Мана апам қоңырау соғып еді. Сымбаттың халі жақсы ма? Тезірек сауығып кетсін. Осылай болып қалды ғой. Айып етпеңіз. Алдарыңызда кінәліміз. Кешкісін қайным жүгіріп келді. Сымбат құлап қалды деп. Не болған түсінбей қалдық, деді кінәлі адамдай. Сол қайныңыз шығар. Жасаған. Басқа кім болушы еді? Жиендер дайын болса, алып кетейін, деді ашулы түрімен. Ашуланатын орныңыз бар. Балалар осында қалай берсін. Аналары сауыққанша өзім қараймын ғой. Айтпақшы, төрге шығыңыз. Шай ішіп кетіңіз. Қуыс үйден құр шықпа деген деп, ас үйге бет алды. Шай құйып әуре болмаңыз. Нан ауыз десем жарайды ғой. Шай ішіп отыратын уақытым да жоқ. Ниетіңізге рахмет. Бірақ балаларды алып кеткенім жөн болар. Ата-анамыз алып кел деп қоймай жатыр. Әрі Сымбатпен Алмастың жағдайынан хабардар боларсыз, деп Қымбат сұраулы жүзбен қарады. Бері жүріңізші, деп Қымбатты қолынан жетелей ас үйге беттеді. Ешкім жоқ па дегендей артына қарап қояды. Мұндайды күтпесе де, маңызды бірдеңе айтқысы келген ұққан Қымбат үн-түнсіз артынан ере берді. Ас үйге кірген соң бөлменің есігін жауып, сіз айып етпеңіз. Қазір айтар сөздерімді менен естідім демеңіз. Алмастың жасаған қылығынан бәріміз хабардармыз. Жасы 30-ға келген жігіттің осылай адасқанын түсінбедік. Қайтейін, бірақ қайнымның өзінен де бар. Көрінгенге көзін сүзетінін байқайтынмын. Сымбатқа енді айтар сөзім жоқ.
мінезі жайдарлы, салмақты келіншек. Өмір болғасын, түрлі жағдайлар орын алады ғой. Бірін айтып, басқасына кетіппін ғой. Сол күні Алмастың қасында көңілдесі еріп келген сияқты. Осында келіп, енемізге сыбырлап жатқанын құлағым шалып қалды. Өзі құлап қалды деп, мыналар бірдеңе жасырып отыр, деп айтып үлгерді. Сол мезетте есік ашылып, Сымбаттың балалары кірді. Қымбат тәте, қашан келдіңіз? Апам жақсы ма деп тұра ұмтылғандары. Жиендерін құшақтаған Қымбат, апаларың жақсы, уайымдамаңдар, жүріңдер, сендерді алып кетуге келдім. Нағашы ата-әжелерің сағындық деп шақырып жатыр, барасыңдар ма? Деді. Рас айтасыз ба? Апам тәуір ме? Деді Айдын, кәдімгідей үлкендерше сұрап. Айттым ғой, апаң тәуір, өзім көрдім. Сендерге сәлем айт деді. Барыңдар, киімдеріңді алып келіңдер. Дей бергенде телефоны шырылдады. Жүргізушісі екен. Алло, мана сіз такси қажет деп едіңіз ғой. Басқа көліктің реті болмады. Өзім апарып салайын, дайынсыз ба? Деді. Дайынмын, иә, келе беріңіз, рахмет, деген Қымбат орнынан көтерілді. Сізге рахмет, айтқандарыңызды естідім. Ол адам жазасын тартпай қоймайды. Мен жүрейін енді деп, жиендерін ертіп, есікке беттеді. Қымбаттар ауылдарына жеткенде, күн де ұясына батуға жақындап қалған еді. Ата-анасы тықыршып күтіп отыр екен. Көлік тоқтасымен атып шықты. Қымбатта шаруалары жоқ. Жиендерімен мәре-сәре. Ау, халайық, жиендеріңді көріп, қыздарыңды ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Бізге де қарап қойсаңдаршы, деп қалжыңдап жатыр. Амансың ба, қызым? Мына жиендер бәрінен артық болып жатқаны ғой. Аман сау жеттің бе? Деп әкесі келіп, маңдайынан сүйді. Анасы келіп бас салып құшақтап жатыр. У-шумен үйге кірді. Анасы жазғы үйге шай дайындап қойыпты. Қымбат киімін ауыстырып келген соң, бәрі дастархан басында жиналды. Ас ішіп болған соң, балалардың бәрін үлкен үйге жіберіп, Қымбат барлық жағдайды толық баяндап берді. Айсарадан естігенде қалдырмады. Ата-анасы үнсіз отырып қалды. Әкесі жаймен, мына хабарың жайсыз екен. Тап осындай болып жатыр деп ойламаппын. Қарайған малды жеп отырғаным жарамас. Сымбатымның еміне қанша ақша керек екен. Қайратжан, мал алатын таныстарың бар ма? Бәрін сатып, қозғалғаным дұрыс болар деп, Қымбатқа қарап күрсініп қойды. Әй, біліп едім-ау, бір шикіліктің барын. Сезіп едім ғой. Құлыным-ау, аман болсыншы. Шыныңды айтшы, көзіңмен көре алдың ба? Деп анасы Қымбатқа сұраулы жүзбен қарады. Апа, олай қарамаңыз. Өзім көрдім. Қызың тәуір. Дәрігермен де сөйлестім. Қорқатын ештеңе жоқ, деді. Алаңдамаш, әлі-ақ жазылып қасыңа келеді. Маған сенбейсің бе? Деген Қымбат анасына басын шайқап қарады. Болды, өзің көрсең болғаны. Малдарды сатып реттегенше жиендерді алып кетейік. Саған да жеңіл болар. Бұларда демалысқа шықпап па еді? Деді анасы. Балаларды ата-анасына тапсырып, жұмысын реттестіріп, ертеңіне Қымбат ертелетіп жолға шықты. Қалаға келе салысымен Сымбатқа қажетті деген дүниелерді алып, артынып-тартынып ауруханаға жетті. Келсе, Сымбатты интенсивті терапия палатасына ауыстырған екен. Кіріп шығуына рұқсатын алып, палатаға келді. Орнынан тұрғыза қоймаған. Өңі кешегідей емес. Біраз тәуірленіп қалыпты. Қымбатты көріп, қуанып кетті. Әпке, келгеніңіз қандай жақсы болды. Телефонымның қайда қалғанын біле алмадым. Хабарласайын десем, нөмерлеріңіз есімде жоқ. Сізді келмейме деп уайымдап отыр едім деп, орнынан көтеріліп отырмақшы болды. Бұны көрген Қымбат, тұра тұр, мен дәрігер шақырып келейін. Саған не болады, не болмайды, бәрін анықтап сұрап алған дұрыс шығар. Әзірге қозғалмай жата тұр. Басың ауырмайды ма?
деп сіңлісінің басындағы дәкесін сыртынан сипады. Қазір келемін деп шығып кетті. Біраздан соң дәрігермен бірге оралды. Орта жастағы ер адам екен. Көбіне хирургтардың ер адам болып келетіні заңдылық сияқты ма? Сымбат ханым, жағдайыңыз қалай? Басыңыз ауырмай ма? Ауырып жатса медбикеге айтарсыз. Ауруды басатын дәрі салады. Тексеріс нәтижелері былай жаман емес. Соққының аты соққы, миыңыз шайқалған. Тігіс алған жеріңіз жазылғанша біраз уақыт қажет. Сосын мүмкіндігінше тексеріліп тұрғаныңыз абзал. Бүгінше орныңыздан тұрмай-ақ қойыңыз. Ертеңнен бастап ақырын тұрып, асықпай жүріңіз, жарайды ма? Әйтпесе мына әпкеңіз тағы да аурухананы басына көтеріп жіберер. Тезірек сауығып кетіңіз деп шығып кетті. Ту, әпке, сіз де айқай шығарып жүрсіз бе? Мен жақсымын ғой, деген Сымбат әпкесіне жымиып қарады. Әпкесінің өзіне жаны ашығаны көңіліне жаққандай. Жағдай ауыр, облысқа алып кетті дегесін түсінбей қалдық қой. Келсем ешкім хабар айтпайды. Шыдап отыратын мен бе айқайдың көкесін көрсеттім. Жақсымын деп қояды ғой. Қайдағы жақсы? Миың шайқалып, бас сүйегіне тігіс салған. Осы ма жақсы? Деп Сымбатқа қарады. Кеше ауылға соғып, жиендерді алып кеттім. Құдағиды бір-екі рет көргенім болмаса, Алмастың басқа туысын танымайды екенмін. Ағасы Гөжіл деген біреу, қайта абысының жөні түзу адам секілді. Қайта-қайта кешірім сұрап болды. Айтпақшы, сол күні Алмаспен көңілде серіп келген бе не? Не болды сонымен, айта аласың ба? Кеше кеуісмағың өзі құлап қалды деп мыңқ-мыңқ етіп еді. Мен соған сенет дегендей. Алмастың қолынан келген дүние екеніне еш күмәнім жоқ. Солай ма? Деген Қымбаттың даусы қаттылау шықты. Әпке, келмей жатып ұрыстыңыз-ау. Әкем мен апам қалай, жақсы ма? Балалар ше? Анама қоңырау шалыңызшы, өзім сөйлесейін. Апамды білемін ғой, сізге сенбей, қайта-қайта сұрап жатқан болар, деді. Сымбат, сөзден тайма. Өзіңді жақсы сезінсең, тергеу шақырамын. Алмасты жақтаймын деп ойлама. Айтуыңа тура келеді. Әуелі тергеушіге хабарласып алайын. Ол келгенше апамен асықпай сөйлесерсің, деген Қымбат тергеушінің нөмерін терді. Тергеушінің қолы бос емес екен. Түстен кейін барамын деді. Не болғанын маған айтып берші. Алмастан күдеріңді үз. Өзіңді, балаларыңды ойласай. Әкем мен анам малдарын сатып, ауданға көшеміз. Солай айтып отыр енді. Бір шешімге келіп отыр оларда. Сенің қасыңда болмақшы. Жаныңда атанаң, бауырың бар. Сондықтан алға қарай жүру керек. Дей бергенде Сымбат, айтуыңыз орынды әпке. Анамен сөйлесіп алайын. Сосын асықпай айтармын деді. Сөзін асықпай бастады. Сізге барып келген күннің ертеңінде Алмас қоңырау шалып, қаладан үй алғалы жатырмыз. Сен отырған үйді сатамын. Босат дейді. Үйді сатамын несі? Үй сенің атыңда емес пе еді? Ол үйді кезінде бағдарламамен алған жоқ па едің? Деген Қымбат бауырына түсінбей қарады. Дипломмен ауылға деген бағдарламамен алғанбыз әуелі. Мен құжаттарымды дайындап жүрдім. Онымен әрі күт, бері күтпен біраз созылып кетті. Кейін бала күтіміне байланысты демалысқа шығып кеттім. Үйді Алмастың да атынан алуға болады дегесін соған жазғанбыз. Атағы болмаса, осы уақытқа дейін несиесін өз айлығымен төлеп келем ғой. Алмастың қоңырауы жиілеп кетті. Күнде хабарласатынды шығарды. Сабақ аяқталғанша күт десем қояр емес. Соңғы күндері қоңырауына жауап бермей тастағам. Хабарларын көрсең, қорқытып жазып қойыпты. Мен таныған Алмас емес. Басқа біреу секілді. Оқиға орын алатын күні кешке қарай балам екеуміз киімдерімізді үтіктеп жатқанбыз. Кешкі апақ-сапақта Алмас кіріп келіп тұр. Қасында бет-аузын бес батпан қылып,
бояп алған сылқымы бар. Жас келіншек пе десем, жасы бізден едәуір, үлкендігі білінеді. Келе сала, сабақ біткенше дедің, бүгін бітті, енді неге үйді босатпайсың деп бақырсын. Түсінбей қалдым. Қайта балалар сыртта ойнап жүрген болатын. Қараңғы жеті түнде балалармен қайда барам? Шықпаймын дедім. Шық та шық деп қояр емес. Шықпаймын деп мен де тұрып алдым. Қасындағысы, шықпай қайда барасың? Кет дегенде ит те кетеді ғой. Жақсылықпен жауып кет деп. Шәңкілдемесі бар ма? Алмасқа қарап, мына салдақың қалып бет енді маған сөйлейтін. Мен шыққанмен бұл үйді сата алмайсың. Несиесін мен төлеп келдім ғой. Және сатуға менің рұқсатым жоқ дегенмін. Кімді салдақы деп тұрсың деп, жетіп келіп шашыма жармасқаны. Бәрі әп-сәтте болғаны соншалық, не болғанын түсінбей қалдым. Қарсыласамын деп жүгіргенде, қатты итеріп қалды да, басыммен пештің жақтауына соғылып қалдым. Пештің жақтауы темірмен қапталған болатын. Салмақпен қатты құлаған сияқтымын. Басымның терісі сыдырып кетіпті. Қан деген бұрқ ете қалды. Содан кейінгісі еміс-еміс, есімде толық жоқ. Сыдырып кеткен емес, темір ойып түсірген. Жаңа сұрағам дәрігерден. Оның айтуы бойынша сүйегі көрініп, аж ырсиып тұрыпты. Демек Алмастың салдақысы екен ғой. Өзінен үлкен қылып, қайдан тауып алған? Қап, қолыма түс. Кеше тергеуші келмей тұрып, зытып кетіп еді. Арты бір уыс екен ғой. Менен қашып құтылмас деген. Қымбат кіжініп. Болды, осыны қазір тергеушіге түгел жеткізетін бол. Және кешірім берем деп ойлама. Сені әйелім, балаларының анасы деп сыйламаған еркектен аулақ жүр. Опасызға көрсетейін. Опасыздық жасаудың соңы не болатынын. Ана үй Алмастың атында ма? Онда тіпті жақсы. Енді несиесін төлеме. Төлесін өзі. Сосын ауруханадан шыққан бойда ажырасуға арыз жаз. Өзіңді соншама жұлқылауға жол бергенің не? Қолын қағып жібермейсің бе? Дей бергенде палатаға медбике келіп, дәрі салатынын уақыт болды. Сіз шыға тұрыңыз деп, Қымбатты шығарып жіберді. Түстен кейін тергеуге жүгіріп, Сымбаттың арызын қабыл алды. Адам өміріне қасақана қауіп төндіргені бойынша іс қозғалатын болды. Алмас та, қасындағы келіншек те тергеуге шақыратынын айтып кетіп қалды. 10 шақты күннен соң Сымбат ауруханадан шықты. Ауруханада жатқанда Алмас бірде-бір рет келмеді. Алмастың анасы келіп, қал жағдайын сұрап, Алмасты кешіруін өтініп кетті. Бұны естіген Қымбат ашуланып, құдағиын ауруханадан қуып шықты. Қымбат бауырын өз үйіне алып келді. Ата-анасы мен балалары жылап қарсы алып, мәре-сәре болды. Барлық малдарын сатып, ата-анасы аудан орталығынан үй сатып алып, сол үйге көшіп барды. Сымбат емін үзбей алып, аяғынан тұрып, тәуірленіп кетті. Аудан орталығындағы мектептің біріне жұмысқа орналасты. Сот отырысы болып, екеуін ажырастырып жіберді. Ал Сымбаттың өміріне қауіп төндірген келіншекті шартты түрде 2 жылға соттады. Алмас көңілдесінің аяғы ауыр деп айтқан болатын. Бірақ бұл өтірік болып шықты. Алмастың өзін жұмыстан шығарып жібергенін естіген болатын. Сол оқиғадан кейін кейіпкерлер бір-бірімен кездеспеген. Алмас балаларым бар деп те іздеп келмеген. Әңгіменің соңы. Құрметті оқырмандарым, өз ойларыңызды төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.